Балаңыз Р дыбысын айта алмай ма? Мен Азиза Хасанқызы, логопед-дефектолог және бастауыш сынып мұғалімі. Үйде қарапайым балаңыздың тіл бұлшықеттерін жаттықтырып, Р дыбысының алғашқы қадам жасап шығаруға көмектесемін. Ең алдымен тіс тазалау жаттығуынан бастайық. Екінші, ат шауып келеді жаттығуы. Үшінші, сылақшы жаттығуы. Жалпақ тілімізбен жоғарғы таңдайды сылап өтеміз. Келесі жаттығуымыз кішкене жымиып деп тілімізді жаттықтырамыз. Егер балаңыздың тілінің тонусы гипертонус немесе гипотонус болатын болса, бұл жаттығуларды үйде жасау жеткіліксіз. Логопед маманына көрсетіп, тіл бұлшықеттерін қалпына келтіру жаттығуынан бастаңыз. Бала логопедиялық дамыту орталығына диагностика сабағына жазылып үлгеріңіздер.